Майнкрафт бұл шексіз мүмкіндіктер мен шығармашылық әлем. Бірақ бұл әлемде әрдайым жарық қана емес, қараңғылық та бар. Осы ойынның ең атақты әрі қорқынышты мифтерінің бірі Херобрин туралы. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтан санасы. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кет. Бүгін біз Майнкрафттағы қорқынышты оқиғалар туралы айтатын боламыз. Достар, ең бірінші өздеріңізбен бірге бір шай алып немесе печенье алып, осы видеоны көріңіз. Алдыңғы видеоларды көріп кетіңіз, басқа мультфильмдерді. Онда бастайық. Бүгінде миллиондаған адам ойнайтын Майнкрафт ойыны алғашында бір ғана адамның идеясынан туғанын біреу білсе, біреу білмейді. Бұл ойынның артында тұрған толға Маркус Персон, яғни Ноч. 2009 жылы мамыр айында швед бағдарламашы Маркус Персон бос уақытында ерекше ойын жасап көруді шешеді. Ол өзі бала күнінен Лего мен ашық әлемдік ойындарды жақсы көрген. Оның мақсаты ойыншыларға өз әлемін еркін құруға мүмкіндік беретін. Шектеу жоқ, креативті ойын жасау болатын. 2009 жылы 17 мамырда Ноч Майнкрафт ойынның алғашқы альфа нұсқасын жариялады. Бұл нұсқа өте қарапайым еді. Блоктарды орналастыру мен бұзу ғана болатын. Бірақ адамдарға бұл еркіндік ұнады. Бірнеше күнде-ақ форумдар мен блогтарда ойын жайлы әңгіме көбейе бастады. Ойынның ерекше стилі мен еркіндігі оны тез танымай етті. Ноч аптасына бірнеше рет жаңартулар енгізіп, тың мүмкіндіктер қоса бастады. Шахталар, мобтар, мүліктер, құралдар, түнгі қорқынышты жаратылыстар сияқты. 2010 жылы выживание режимі қосылып, ойын шын мәнінде жарық етті. Ойыншылар енді ресурстар тауып, тірі қалуға тырысатын болатын. Бірақ бір жаман нәрсе болған. Яғни Херобриннің пайда болуы. Херобрин бұл кәдімгі ойыншы кейпінде кейіпкер. Бірақ оның көздері аппақ, жанарсыз. Ол ешқашан сөйлемейді. Бірақ үнемі бақылап жүргендей сезім тудырады. Көптеген ойыншылар оның бейнесін кейісоқ көргенін, кейін орманда немесе шахтада белгісіз біреу тұзақ құрғанын айтып келген. Херобрин туралы алғашқы естеліктер 2010 жылы Майнкрафт форумында пайда болды. Бір ойыншы өзінің плеер ойында белгісіз NPC-ті көргенін жазған. Ол адам ойыншыға ұқсас болған, бірақ көздері бос, ешқандай өмірі белгісі болмаған. Бұл жазба тез таралып, қауесетке айналды. Кейін ол жазба өшірілген, бірақ оны көрген адамдар форумда қайта бөлісе бастады. Кейінірек бұл әңгімені Creepypasta сайттары мен YouTube блогерлер жалғастырып, Херобрин туралы қорқынышты бейнелер мен оқиғалар ойлап тапты. Кейбіреулер оны Майнкрафт жасаушысы Ночтың марқұм ағасын елестеп атады, бірақ Ноч мұны жоққа шығарды. Аңыздарға сенсек, Херобрин ойыншы жоқ кезде үйлерді бұзады. Ормандағы ағаштарын жапырағын алып тастайды. Үңгірлерді тұзақтар қояды. Ойыншылардың артынан үнсіз бақылап жүреді. Оны көрген адам көп ұзамай ойында бақытсыз оқиғаларға тап болады. Файлдар бұзылады, әлем жоғалып кетеді немесе ойын біртүрлі дыбыстар шығарады. Шындық па әлде елес пе? Mojang ешқашан Херобрин ойынға ресми түрде қоспағанын растады. Бірақ әрбір жаңа турда Revive Херобрин жойылды деген жазба шығатын болған. Бұл әзіл ме әлде расымен бірдеңе болған ба? Херобрин бұл ойын әлеміндегі мифтің қаншалықты үлкен әсер ете алатынын дәлелдейтін кейіпкер. Шынайы болғанымен ол ойыншыларды қиялында өмір сүріп келеді. Бұл аңыз қорқынышты, бірақ қызықты. Ал шындық пен өтіріктің шекарасы кейде Майнкрафттың өзінде де білінбей қалуы мүмкін. Достар, бір оқиғаны айтып берейін. Мен бұл әңгімені жазуым керек. Себебі бұл менің соңғы рет Майнкрафт ойнауым болуы мүмкін. Бәрібір қарапайым кеште басталды. Мен өз әлемімде шахта қазып жүргенмін. Ол выживание режимі еді. Ешқандай мод немесе сервер емес, жалғыз ғана ойыншы, жалғыз ғана карта. Бастапқыда бәрі қалыпты болатын. Көмір, темір, тіпті біраз алмазды таптым. Бірақ кейін бір түрлі дыбыстар естіле бастады. Мен ешқашан Майнкрафттағы өңірдегі дыбыстарға көп мән бермейтінмін. Бірақ бұл жолы олар өзгеше еді. Бір кезде тура артымнан тас жарылғандай крак деген дауыс шықты. Артыма бұрылып қарадым, ешкім жоқ. Бірақ мен жаңа ғана жабық болған туннельдің орны бос тұрғанын көрдім. Мен сол жаққа шам қойып, абайлап жүре бастадым.
бір кезде туннель соңында бір фигураны байқадым. Ол ойыншы сияқты көрінді, бірақ бұл плеер еді. Онда ол кім? Мен жақындағанда ол жоқ болып кетті, бірақ артымдағы шамдар өздігінен сөне бастады. Мен қашып шығуға тырыстым, бірақ үңгір күрт өзгеріп кеткен. Сынды блоктар, қабырғалардағы белгісіз таңбалар және ақ көзді адам бейнесіндегі мүсіндер. Мен өшіріп атымасын басым келді, бірақ ойын тоқтамай қойды. Түн-түрі қозғалмайды, периндақта жауап бермейді. Тек бір сөйлем шықты. Сен менің жеріме кірдің. Мен компьютерді өшіріп тастадым. Таңертең файлды ашқым келді, бірақ менің әлемім жоқ болып кеткен. Тіпті сейф папкасында табылмады. Сол күннен бері мен ешқашан Майнкрафт ойнаған жоқпын. Бірақ түнде кейде сол дыбыстар естіледі. Бұл бір адамның айтқан оқиғасы болатын. Бірақ та бұндай оқиғалар толып жатыр. Достар, 2025 жылы жарыққа шыққан Майнкрафт фильмі. Фильмнің мазмұны әлі толық ашыла қойған жоқ, бірақ белгілісі басты кейіпкер адамдарды әлемді жойғалы жатқан Эндер драконнан құтқаруға тырысады. Майнкрафт ойыны ойыншыға барлығын өз қолымен жасауға мүмкіндік береді. Қала, үй, шахта, тіпті бүкіл әлем. Ал фильм бұл еркіндік пен қиялдың экранда қалай көрінетінін көрсетпек. Киноны Warner Brothers студиясы түсіріп жатыр. Ал басты рөлдердің бірін Джейсон Момо сомдайды. Бұл фильм тек Майнкрафт жанкүйерлеріне емес, кез келген көрерменге қызықты болады деп күтілуде. Себебі онда тек ойын әлемі ғана емес, адамзатты құндылықтар да бейнеленбек. Майнкрафт бізге бір нәрсені үйретті. Қарапайым текше блоктардан да ғажайып әлем құруға болады. Енді сол әлем кино әлемінде өз орнын таппақ. Сонымен бүгінге осы достар. Егер видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңдар. Майнкрафттың осындай қызықты, кейде қорқынышты әлемін бірге зерттегенімізге қуаныштымын. Арнаға жазылсан, алда бұдан да қызықты видеолар болады. Ал әзірге келесі кездескенше қош бол.